Ғажайып әлемге қош келдіңіз. Бұл медитацияны аш қарынға немесе кешкі тамақтанудан кейін 3 сағат өткізіп барып ұйқыға жатар алдында жасаған абзал. Сізге оңаша тыныш бөлме керек болады. Мүмкін болса ешкім кедергі келтірмейтіндей жағдай жасап алыңыз. Құлағыңызға арнайы құлаққап киіп тыңдауға кеңес беремін. Алдымен тегіс жерге жатыңыз. Диван немесе көрпеге жатуға болмайды. Шашыңызды жинайтын құралдардың барлығын резина, қыстырғыш, орамал болса шешіп, бос қойыңыз. Киімдеріңізде қатты қысып кедергі келтіретіндей болмағаны абзал. Еркін болыңыз. Ұзыннан түсіп жатасыз да, екі аяғыңызды иықтың деңгейімен тұспа-тұс келтіріп ашық қалдырасыз. Екі қолыңыз жаныңызда жатады және алақан жоғарыға қарап ашық бос тұрады. Үйде балаларыңыз, жолдасыңыз, қызыңыз болса, алақан осылай ашық тұра берсе болады. Егер жаныңызда сіңліңіз, абысын, ене, келін, әпкеңіз болса, алақанды төменге қаратып жауып жасайсыз. Енді ниетімізді туралаймыз. Ең бірінші жақсы, таза ниет қалыптастырыңыз. Мәселен, Алла разылығы үшін алдымен сабырлы күйге түсуге, өз денсаулығыма құрметпен қарауға, байсалды, көркем қалыпқа келуге деп ниет қылсаңыз болады. Одан бөлек қандай әдемі ниетіңіз бар, ерекше күйге еніп дайындалып алыңыз. Иекті жоғарыға сәл көтереміз. Мойныңызды қысып алмаңыз, әйтпесе негативті энергия тамағыңызға тұрып қалуы мүмкін. Еркін шығып кететіндей жағдай жасаңыз. Ешбір бұлшықеттеріңіздің тырысып тұрмағанын қадағалаңыз. Олай болса, бастаймыз. Көздеріңізді жұмыңыз. Маңдайдағы бұлшықеттерді, екі қас арасында түйелі тұратын жерді еркін жіберіп босатыңыз. Басыңыздан бастап қабақ, көз, мұрын, ерін, бет бұлшықеттері, тіл, тістеріңіз, таңдайыңыз, иегіңіз, мойын бұлшықеттері, жүрек, кеуде, өкпе тұсы, арқаңыздан бастап төменге қарай башпайларымызға дейін еркін жіберіп босаңсытамыз. Бүкіл тәніңіз еркін, рахаттана босап, демалып жатыр. Енді мұрынмен асықпай ішке ауа жұтамыз. Ұмытпаңыз, ішке жұтамыз. Кеуде қозғалмайды, тек ішке ауа жұтқанда ғана ішіңіз ғана үлкейеді. Бұл дұрыс демалу әдісі. Енді асықпай сол демді бір ағынмен үзбей шығарамыз. Даусыңыз әлде шырын айтқандай баяу, жай, бір қалыпты шықсын. Бұл әдістің бар сыры да осы жерде. Жұтқан демді сарқып біткенше әбден ішіміз қабысқанша шығара береміз. Дауысты әдемілеп, жіңішкелетіп әуре болмаңыз. Даусыңыз қалай бар, солай қыспай еркін шығарып жібере беріңіз.
миыңыздан бастап негатив шығып кетіп жатқанын бүкіл денемен сезініңіз. Шатырдан кіндік тұсына, одан көтеріліп жүрекке қарай, одан өтіп тамағыңызға келіп, ары қарай сізден шығып кетіп жатыр. Қайталап дем жұтуымызды тоқтатпаймыз. Дәл бастапқыдай асықпай үздіксіз қайталап шығара береміз. Осылай қайталай береміз. Қайталап жасаймыз. Егер сізді бір нәрсе мазаласа, іштей уайымыңыз болса, ашуға берілсеңіз, көңіліңіз толмай жүрген мәселеңіз болса, жылағыңыз келсе, жылап, бар негативті шығарып салыңыз. Жылағыңыз келмесе де еш уайымдамаңыз. Барлығы да қалыпты. Әбден ішкі күйіңіз тынышталғанша жасай береміз. Осылай дем алып дем шығаруды тоқтатпаймыз. Тағы да есте сақтаңыз, бұл медитацияның нағыз өзекті жері дұрыс дем алып, дұрыс дем шығару. Дәл осы тұсын таза, анық жасауыңыз маңызды. Осы сәтте қандай оқиғалар ойыңызға оралып жатыр? Қандай қорқыныштар келуде? Қандай проблемалы мазалауда? Ұшырып жібере беріңіз. Іліп қалмай, лезде босатып, ұстамай жібере беріңіз. Демалуды тоқтатпаймыз. Бір шама ішкі күйіңіз өзгерді. Автоматты түрде жасап жүрген қозғалыстың буы бәсеңсіді. Тынышталдыңыз. Сабырлық күйіне түстіңіз. Буындарыңыз босап жатыр. Сонда да дем алып, дем шығаруды тағы да қайталаймыз. Осы керемет, ғаламат та ғажайып күйде езуімізді әдемі жымитып күлімсірейміз. Өзіңізді әлемнің ең әдемі ханшайымы екеніңізді сезініңіз. Осы сәтте дұға тілеу процесінде іске қосамыз. Бар ниетті дұғаға ауыстырыңыз. Тағы да бір рет терең дем алып, дем шығарамыз.